Ал шексіз әлем ол математикалық ғажап десек те болады. Майнкрафттың әлемі 64 миллион шаршы километрден асады. Бұл жер планетасынан да үлкен. Әр әлем алгоритммен генерацияланады. Сондықтан әрбір ойыншының картасы бірегей. Firelands деген аймақ бар. Ол өте алыс жерлерде, тек техниканың қателескен кезде, алгоритмдер дұрыс болмаған кезде пайда болады. Жердің шеттері қисайып, геометриясы бұзылып, лава ағып, су болып, ондай нәрселерді көргенде шығарсыз. Ал Эндер әлемі мен оның тіршілік иелері Эндермен және Эндер дракон Лавкрафттың бөгде-әлем концепциясынан шабыт алған. Эндерменнің мінезі көз алма концепциясы SCP және Слендермен сияқты мифтерден құралған. Эндерменге тік қарап тұрсаң, агрессивті бола түседі. Бұл психологиялық қорқыныш элементін тудыратын техника болып есептеледі. Майнкрафттың музыкасы болса, тыныштық пен ностальгия тудырады. C414 шығарған фондық музыка ойын ішіндегі тыныштық пен жалғыздық пен үйлесіп терең эмоция сыйлайды. Әсіресе альфа нұсқалардағы Суиден немесе Майсон Винас сынды тректер ностальгия туғызады. Бұл музыка балалар мен ересектердің жадына еніп қалған. Тіпті YouTube'да лоу-фай чил тректерге де шабыт болған.